Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті салаттарымның бірі фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен етімізді алып, соломка ретінде турап шығамыз. Менде тауық етінің филесі, немесе сіздер сиыр етін пайдалансаңыздар да болады. Туралған етімізді шұңғыл ыдысқа салып, үстіне соя соусымызды қосамыз. Үстіне дәміне қарай тұзын және бұрышын саламыз. Жақсы етіп барлығын араластырып, 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Барлығын жуып, тазалап алдым. Осылай видеодағындай етіп, барлығын соломка ретінде турап шығамыз. Тек қана пиязымызды бірнеше бөліктерге бөліп, шұқалап тураймыз. Міне көкөністеріміз дайындап алды. Енді табамызды отқа қойып, үстіне етімізді салып жібереміз. Міндетті түрде құрғақ табаға салыңыздар. Ешқандай май қосудың қажеті жоқ. Жоғары отта жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып жіберіп, былғап қоямыз. Қақпағын жауып, орташа отта 5 минуттай пісіреміз. Енді оны үстіне сәбізімізді саламыз. Жақсылап барлығын араластырып, қақпағын жауып 10 минуттай пісіріп аламыз. Орташа отта болғаны дұрыс. Егер етіңіз осылай жабысып жатса, жарты стақан су құйсаңыздар болады. Үстіне тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менің бұрышым мұздатқыштан алынған, сондықтан ол кішкене жұмсақ болғандықтан тек қана 3 минуттай ғана пісіріп алдым. Егер сіздікі свежі болса, 5 минут пісіргендеріңіз дұрыс болады. Үстіне қиярымызды салып жібереміз. Жақсылап 2 минуттай қуырып, табамыздың астын өшіріп қоямыз. Әрі қарай фунчозамыздың лапшасын пісіріп алатын боламыз. Суымызды қайнатып, үстіне лапшамызды саламыз. Егер лапшаларыңыз тым ұзын, жегенде ыңғайсыз болады десеңіз, кесіп алсаңыздар болады. Маған осылай ұнағандықтан тұтас салып жібердім. Лапшамызды 4 минуттай пісіріп алдым. Енді оны салқын суға салып аламыз. Лапшамызды етіміз бен көкөнісіміздің үстіне салып, жақсы етіп араластырып аламыз. Негізі бұл салат өте тойымды, сондықтан мен отбасыма ыстық күйінде кешкі асқа ұсындым. Міне біздің салатымыз дайын болды. Егер менің рецептім ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.